Жүктеп алған ISO файлды DVD дискіге жазуға болады, немесе USB флешкаға, жүктемелі USB флешка жасау керек. Олай болса біздің қолданатын тәсіліміз осы жүктемелі USB флешка жасау. Ол үшін мен компьютерге қазір USB флешка қосып қойдым, яғни көріп отырғандарыңыздай мынау 16 гигабайттық USB флешка, және осы USB флешкаға жүктемелі етіп жасау үшін біздің қолданатын бағдарлама Rufus деп аталынады. Оны да Google'дан Rufus деп іздесеңіздер болғаны, бірінші сізге ұсынылатын парақшаны ашасыздар, және осы жерде Rufus бағдарламасының нұсқасын жүктеп аласыз. Көріп тұрғандарыңыздай қазіргі нұсқасы 2.3 деп аталады екен. Олай болса мен осы нұсқаны жүктеп алайын. Міне, Rufus бағдарламасы жүктеліп болды. Олай болса мен осы бағдарламаның үстінен басамын, және осы бағдарламаны қосасыз ба дейді. Мен я деп жауап беремін, және Rufus бағдарламасы ашылды. Бұл жерде көретініміз қарапайым Rufus интерфейсі, және қай құрылғыға операциялық жүйені орнатасыз, яғни жүктемелі құрылғы жасайсыз дейді. Менде ол USB флешка және 16 гигабайт. Әрқашанда құрылғыны дұрыс таңдалғанына назар аударыңыз, себебі ол жердегі мағлұматтың барлығы жойылып кетеді. Яғни қайта көрсетсем, менде 16 гигабайттық USB флешка. Одан кейін көретініміз partition scheme дейді, және бұл сіздің таңдаған қатқыл дискіңізге байланысты болады. Алайда бұл жерде қысқаша айтып кететін болсақ, қатқыл дискіңіз 2 терабайттан үлкен болса, онда MBR partition UEFI-ға арналған нұсқасы, немесе GPT partition'ды таңдайсыз. Енді кеңес ретінде айтатын болсам, бұл жерде көп жағдайда GPT нұсқасын таңдап жатады. Яғни сіздің қатқыл дискіңіз 2 терабайттан үлкен болса, осы нұсқаны таңдайсыз. Ал егерде сіздің қатқыл дискіңіз 1 терабайт немесе 500 гигабайт көлемінде болса, көп жағдайда ойланбастан MBR partition UEFI және BIOS схемасына арналған нұсқасын таңдаймыз. Яғни осы нұсқаны қалдырсаңыз болады. Одан кейінгі файл системді ешқандай өзгеріс жасамаймыз. Cluster size дейді, және бұл жерде де ешқандай өзгеріс жасамай үнсіз түрде қалдырамыз. Сондай-ақ USB флешканың атауы дейді, оны өзгертпейміз, оны өзі автоматты түрде өзгертеді. Енді бізге қажетті имиджді таңдау керек, яғни сіз қай операциялық жүйенің имиджін жүктеп алсаңыз, сол ISO файлды таңдайсыз. Мен қазір мына жерде таңдау нүктесін басамын, және менде ISO файлдар компьютердің D дискісінде, соның ішінде өзіме қажетті файлдардың іште сақталған, яғни ол IT алматы, одан соң Linux, Unix. Міне, мен осы жерде бір қажетті image файлды таңдаймын. Сіздер де өздеріңіз сақтаған жерден image файлды таңдайсыз, және соны ұсынасыз. Мен бұл жерде Ubuntu операциялық жүйесін таңдаймын, яғни ISO файл имиджін таңдаймын, және Open нүктесін басамын. Одан кейін Start нүктесін басамын. Мына жерде беріліп тұрғанын тағы да үнсіз сақтаймын, және OK нүктесін басамын. Бұл жерде маған ескерту шықты, яғни бұл жерде жазғаны осы USB флешкадағы барлық файл жойылады дейді. Олай болса, мен OK нүктесін басамын, себебі онда ешқандай файл жоқ. Және көріп отырғандарыңыздай, менде қазір жүктелмелі USB флешка жасау процесі басталды. Міне, көріп отырғандарыңыздай, менде қазір жүктелмелі USB флешка жасау мәселесі аяқталды, және мына жерде close нүктесін басамын. Сондай-ақ компьютерді ашсам, және осы жерде көріп отырғандай, менде қазір жүктелмелі флешка пайда болды. Енді мен ашатын болсам, бұл жерде Ubuntu операциялық жүйесіне қажетті барлық жүктемелі файлды көре аламыз. Олай болса, осы USB флешканы біз енді компьютерге қосамыз, және BIOS-қа кіріп, операциялық жүйені осы флешкадан жүктеу керек. Олай болса, компьютерді қосамыз, және Dell F2 немесе F11 нүктелерін басу арқылы BIOS-қа кіреміз. Және BIOS-қа кіргенде біздің көретін тереземіз жуық шамамен осындай болады. Және бізге қажетті таңдау нүктесі ол boot деген бөліміне кіреміз. Сол жерде сіздердің көретін терезелеріңіз жуық шамамен осындай болады, немесе boot settings, содан кейін boot set devices priority дегенді көресіз, және сол жерде кіріп, сізге қажетті құрылғыны таңдау керек. Яғни біздің жағдайда бұл removable devices, яғни USB флешканы жоғары қарай қоямыз. Оны қалай іске асырамыз десеңіздер, плюс немесе минус нүктелерін басу арқылы іске асырамыз. Одан кейін біздің жасаған өзгерістерді сақтап, BIOS жүйесінен шығу керек, яғни exit saving changes, одан кейін S нүктесін басамыз. Одан кейін біздің операциялық жүйе USB флешкадан жүктеле басталады. Міне, көріп отырғандарыңыздай, Ubuntu операциялық жүйесі жүктелу процесі басталды. Және тағы айта кететін нәрсе, бүгінгі таңда Linux-тің кез келген дистрибутивін компьютерге орнату өте оңай. Бар болғаны осы бізге жүктелмелі құрылғыны көрсету керек, яғни DVD диска, немесе USB флешка, немесе желіден де орнатуға болады. Одан кейін
ары қарай деген нүктені көп жағдайда басып отырамыз. Соңғы компьютерлерде UEFI кішкентай бағдарламасы орнатылған, және ол жерде де ешқандай қиындық жоқ. Бізге қажеттісі Advanced модқа кіреміз, және сол жерде қай құрылғыдан жүктелетінін таңдау керек, және ары қарай нүктесін басамыз. Одан кейін көретініміз біздің операциялық жүйе жүктеле бастайды. Енді көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде қажетті файлдар жүктеліп, Ubuntu операциялық жүйесі орнату процесі басталды. Олай болса, бізге кішкене күту керек, және қажетті жерде келесі деген нүктені басамыз.